Құрылтай депутаттарының сайлауына 34,3 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник мәлімдеді. Оның айтуынша республикалық бюджет былтыр бекітілген кезде құрылтай депутаттарының сайлауын өткізу жоспарланбаған. Осыған байланысты қажетті қаржы үкімет резервінен бөлінген. Сайлау бюджеті аумақтық сайлау комиссияларының өтімдерінің негізінде және сайлау туралы заңнаманың талаптарына сәйкес қалыптастырылды. Онда сайлау процесін толық ұйымдастыруға қажетті барлық шығыс ескерілген, деді Бортник. Оның мәліметінше қаржының ең қомақты бөлігі 8,5 миллиард теңге өңірлердегі 70 мыңнан астам сайлау комиссиясы мүшесінің еңбек ақысын төлеуге бағытталады. Биыл республика бойынша 10.674 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Сондай-ақ бөлінген қаражат есебінен 47 сайлау учаскесі ашылады. Бұдан бөлек сайлау бюллетендері, плакаттар, ақпараттық стендтер мен әдістемелік материалдар дайындалып, сайлау комиссияларына байланыс, көлік және өзге де қажетті материалдық техникалық құралдармен қамтамасыз етіледі. Естеріңізге салайын, құрылтай депутаттығына кандидаттарды ұсыну 2026 жылғы 13 шілде күні кешкі сағат 6-та аяқталды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша 7 саяси партия өз тізімдерін ұсынған. Тілшіміз Алма Мұқанованың алдымыздағы саяси науқанның негізгі жаңалықтарына жасаған шолуына назар аударыңыздар. Қазақстан ауқымды өзгерістер кезеңіне аяқ басты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 23 тамызда жоғары заң шығарушы орган құрылтай сайлауы өтеді. Мәжіліс пен Сенаттың соңғы отырысында президент құрылтай басты заң шығарушы орган ретінде барлық бағыт бойынша сабақтастықты және институциалдық дәстүрді сақтап, жылдар бойы қалыптасқан бірегей парламенттік мәдениетті жоғалтпай, оны одан әрі дамытуға баса мән беруге тиіс деді. Біз жасампаз ел ретінде осы саяси науқанды да жоғары деңгейде өткізуіміз керек. Сайлауға қатысу елдік істен шет қалмау деген сөз. Осы ретте жұртымыз алдағы саяси науқанға белсене атсалысады деп сенемін. Ресми дерекке сәйкес 7 саяси партия құрылтай депутаттығына 546 кандидат ұсынды. Енді олар 145 депутаттық мандат үшін бақ сынайды. Қазір партиялық тізімдердің заң талаптарына сәйкестігі тексеріліп жатыр. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше ең көп кандидат Әділет партиясынан 186, ең азы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан 33 үміткер. Теперь это у нас будет не двупалатный парламент. Біріншіден, енді бізде қос палаталы парламент болмайды. Оның орнына түбегейлі өзгеріске сай бір палаталы парламент құрылады. Екіншіден, маңызды өзгерістердің бірі кандидаттарды іріктеу тәртібі. Бұдан былай құрылтайдың барлық 145 мүшесі тек партиялық тізімдер арқылы сайланып, сол негізде жасақталады. Үшіншіден, құрылтай атаулының өзі ерекше мәнге ие. Бұл ретте осы атаудың тарихи маңызын атап өткен жөн. Сайлауды ресми түрде 60 халықаралық байқаушы бақылайды. Олар 3 халықаралық ұйым мен 4 шет мемлекеттен. Олардың қатарында ТМД парламентарлық ассамблеясы, сондай-ақ Мальдив, Палестина, Венесуэла және Венгрия өкілдері бар. Орталық сайлау комиссиясы мәлім еткендей, халықаралық байқаушыларды аккредиттеу процесі жалғасып жатыр. Жаңа ұсыныстар түскен жағдайда олардың кандидатуралары қаралып, ресми тізім толықтырылады. Алма Мұқанова, Рашид Шүкірәлиев, апта маңызды үшін.